жатқанның өзінде біз соны бірақ түсіне алмаймыз. Түсіне алмайтын себебі неге? Алла тағала біздің жүрегіміздегі сол жақсылықты алып қойды ма? Бірақ сен не нәрсенде жамандығын көресің де жақсылығын көре алмайсың. Қазір мыңдаған адам айтып жатыр, деп жатыр, ана билікте отырғандардың бәрі көрмейді оны. Естімейді сөздерін, ұмытып қалады. Себебі олар тек қана жамандықты көреді. Тек кішкентай ғана бір жамандық деген болса, дереу соны бірден кәдімгі сол заңдарын несін пайдаланып, соны пайдаланып кәдімгі қалай да болсын біз осыны түзейміз дейді да, ана жамандығын жоямыз да, сол кезде бұлар жақсы болып кетеді дейді. Осындай жағдай болды, анау Сәбит деген жүрді осында. Сөйтсе ол енді кетіп қалған ба, бір шешесі қарап отырмай, енді азамат жігіт қой енді. Шешесі қарамай тұрған милицияға хабарласыпты. Сонан келгенде әшейінде скорый шақырсаң келмейді ғой. Жедел жәрдем. Жедел жәрдем бар, 10 шақты милициясы бар, бәрі келіп, кім Нұрғисадан келіп қолға алып неғып кетті. Не деген ақымақты сонда, ол өзі 30-дан асқан жігіт қой, 40-ға жақындап қалған. Соған енді көрінбе, сонда жамандық қаяқта, осылар құртып жатыр деп отыр да. Ана ақылдар жетпей отыр, ол өзі жүрген адам, ол кім біледі қайда жүрген? Жоқ, бұлар құртты. Сол енді қараса, анау бір қалипаны да сондай қылып. Бұлар дұға жасап жатыр, сонда бұның ауруын тексерейікші, шында рас па екен? Бұрын қандай болды, қазіргі денсаушылығы қандай екен? Ондай жоқ, жақсылыққа баспайды. Себебі қазіргі ата жолында нағыз ғылым тұр да. Біздің қанымызды енді көрді ғой. Оны тексеріп көрді. Бұл алды осыны жындыханаға жіберсек, біз осыдан құтыламыз деді да, алды бір-бірімен келісті. Өтірік жазды сонда. Сонда сол тергеуде отырған тергеуші, отырған прокурорлар, сонда отырған сот маған жала жапты да. Өтірік. Бұл дейді, соттың отырған психологтарға жіберді. Сөйтті, ол психологтардың айтқанын олар жазып берді. Бұл біздің айтқанымыз істемеді. Біздің қараш, мен істемеген ісім жазып берді. Сонда ол останап көрініп тұрған жоқ па? Сонда олар кім арқылы соны өздерін Құдай жасап отыр ғой. Егер де олар Құдайшыл болатын болса, олар да иман болатын болса, неге дұрысын айтса мен көнем ғой? Мен сонда өтірік айтып отырмын, соны өтірік жазып берді да. Сосын мен келіскен жоқым. Сосын айтып, мен енді сөйтсе олардың заңдары бар екен. Сол кезде мынау коронавирус тәжірибесін сонан өтпесе болмайды екен да. Және олардың заңы бойынша менің тіркелгенім Алматыда екен. Мен Алматыға барып, жындыханаға жатуым керек екен да, егер не қадымда. Соны жоқ, қоярда болмай, келді адамдарын салды да, сол дәрігер соған зорлықпен рұқсат бергізді. Жатқызасыңдар деп. Кімнің істеп жүрген. Сөйтіп жүрді, енді мен ана ауруханаға апарып, мына ауруханды ішер қабылдамағаннан кейін, соңсыз апарып, тағы да апарып тықты да. Ешқандай. Қарашы енді. Өздері заңның бәрін бұзып отыр. Сонда өздері әділетсіздік болып отыр. Қаяқтағы әділеттік кімді түземек болды. Сөйтіп отыр, мен айттым, мен тамақтан ішпеймін дедім. Ондай болса деді, қол-аяғын байлап қойып, ана асқазанын құямыз деді. Өзің біл деді, бізге бәрі деді. Сен біздер үшін, сен ана болды, сен жынсың деді да. Оны жарайды мақұл, ондай болса, соны айтыр, өйтіп бейді, онан сонда айтамын. Не деген сонда, осыны қарап атсаң, қолдан қайғы қасіретті өзінің ұлтына, өзінің несіне, енді мен жасым келген ғой енді. Қарасаң, мен бала шағам бар, мен қалай мен сонда қаншама кітап жазып отырмын, құсап отырмын. Сонда мен, олардан менің сонда ақыл есім кем болып тұр ғой сонда олардан. Қарашы. Болмаса, енді оның басқа да енді, егер мейірімді әлді, мен бала шағам өткізіп отырмын, әкелер не болыңдар деп. Қарашы енді осы деп отқандарын. Сөйтіп отырып, бүкіл аурухананың бәрін жауып тастады. Менің жазған қатымды соны апарып, өзі айтады, не десем, мынаны оқып берші, не айтын дейді, аударып берші дейді. Сонда қазақша білмейтін отыр, сонда менің әр маған алып кел, маған Құран алып кел, кітап алып кел деген жазам ғой енді. Сөйтіп соның өзін тексеріп отыр да. Сонда мен үкіметке ең бір сонда абайын, шәкәрімін айтқан үшін өзің дәстүрін соң үкіметке ең қауіпті адам болды. Енді сол кезде енді тексерді қарап отырсам, өздері таң қалды, шында сізде жас баланың денсаушылығыңыз дейді да.
Енді менің бауырым, бүйрегім, жүрегім бәрі жас балаңдықтай болатын болса, қандай мен сонда мен ақымақ боламын? Қарашы енді. Соның бәрін кетті, амал жоқ, қағазға түсіп жатыр ғой. Психологтардың тіптен болмағаннан кейін шақыртты, анау тұрған, сол институттан шақыртты. Сонан ғалымы келді. Сосын мен айттым, орамалың қайда дедім енді. Мен психологым тексеріп, орамалың қайда дедім да. Сосын анау тұрған бір қағаздарын не қылады да, мен басқаша жазып, неге бұлай деп жаздың дейді да. Олардан айықпан ғой, енді ана өздерінікімен жазса, оны ақылы дұрыс басқаша. Мен айтам, менің көзқарасым бөлек, өйткені мен жасым білген. Мен үшін бақыт деген ана ұғым ғой енді. Бақыттың ұғымы бөлек, ананың мен ұғым бөлек дедім да. Қара, соның өзіне олар қателік тауып отыр да. Міне біздің осыны қарап отырсаң, отырған ел басшылар, Тоқаевтың осының уәзірлер осының бәрі тыңдап отырса, түсінбей ме қалай? Біз қазақты қайыққа алып баратырмыз деп. Бұдан ешқашан да біз адам бар. Біз философия мектебің жоқ, психология мектебің жоқ. Ғылым дегеннің өзі ақыл, әлемнің ғылымнасы ғылымның бар мектебін енді қазір құрды 20 адамнан. Бірақ онымен сен қазақ түзе алмайсың. Түзе алмайсың. Себебі сол отырған ғалымдардың өзіне де адамдық керек та. Адамдықтың не екенін білмей сен ешқашан да ар білімсіз түзе алмайсың. Құдайсыз қурай сұнбайды дейді да, міне. Ал енді қазіргі қарап отырсаң, мынау енді ал мақұл, бұның бәрі кеше енді біз айт бұлар деген не дейді? Миссионерлік не жасады, ритуал дейді ма, бірдемесін жасады, ана құрбандық шалып дейді. Олай болатын болса енді осы уақыттан сөйтіп болған кеше Павлодардың Петропавл ма әкімі өзі ақша бөліпті, не беріпті, сол Мәшкүріштің жаңағы Мәшкүріштің басына барып, 2000 адам барып, тасаттық тілеп жатыр. Жаңғыр жолды ғой. Қазір тасаттықсыз, егер де сол қазір енді тасаттық жасамайтын болсақ, Алла тағаладан сұрамайтын болсақ, сол ана тұрған, сол мынау тұрған ғалым Қадыровтың отырған әулесі ғой енді ел биліктің. Солай бұлар миссионер тасаттық дегеннің өзі ол ырым жасап болмайды. Сондық амал жоқ өздері жасап жатыр ғой. Олар да сотталу керек онда. Олар да айыппұлын төлесін енді. Сөйтіп өтіп, әруақ деген, қолда деген осы дұрыс емес кеше соны ұйымдастырды ғой осы анау Данияр деген экстремизм бастығы. Біздің асыл дініміз деп Қытайдың қазақтары 4 жыл болды біз олармен соғысып жүрген. Бұлар әруаққа сондай табынады екен, әруақ. Енді онда кімді Наурызбайды соттаңдар енді, оны неге айтты оны? Әруақ қолдайды екен деп бәрі айтып жатыр ғой. Сонда осындай 200-лік, осындай тұрған осыны қаяқтағы саясат, қаяқтағы сондай елді құтқару. Енді бізде амал тұр ғой. Осының бәрі неге? Ана жақсылық деген Алла тағала жүректерін алып қойды. Сонан кейін олардың бәрі барлық жақсылықты жаманшылықтай көреді. Сосын кәні және ол жаман бір жүрегіңде не бар, соны танисың да. Сен жүрегіңде жамандық тұрма, сен үнемі жамандықты көресің. Міне, кімде кім жұрттың жамандығын тізіп жүретін болса, оның өзінде тұр жамандық деген. Балықшы балықшыны алыстан таниды. Солай ғой. Осы міне тұр, балықшы балықшын. Сондықтан сол енді бұлардың бәрі біз жынды дейтін болса, сол біздің дұрыс қой жындылығымыз бар. Жындылығымыз аңдып тек қана соны соттайды. Олардың өздері жынды болып тұр ғой сонда. Бүкіл ел билік жынды болып тұр ғой. Бізді сондай осындай бұлардың бәрі баяғыны жабай тайпа сияқты деп біз не айтатын болса, оның өзі сондай жабайлық болып тұр өзінде. Болмаса қайдан ол таниды? Танымас еді да. Өзіне ол ұқсасын іздейді ғой. Не нәрседе сондай? Сен жүрегіңде жақсылық болсын болса, сен жаман адамның өзінде жақсы қыласың де. Жақсы қыласың, өйткені сен оны жақсылық көресің. Мысалы, махаббат деген соны адам аздырмасын әйел адамға беріп қойған бала мен ананың арасында махаббат солған себебі сол арқылы ол қанша ол баласының жаман болсын, бұзық болсын, ол жаманшылыққа қимайды. Ел билік егер де шынымен дұрыс болатын болса, өзінің халқын, ұлтын неге жаманшылыққа қияды? Неге өзінің ұлтын қудалайды? Неге қияды? Махаббат жоқ, жақсылық жоқ. Сонда бір қатын жазыпты өзіміздің арамызда жүрген. Не дейді, сіз осында айтып отырсыз дейді. Олай болса дейді, анау жаман адамдар неге жақсы тұрады дейді да? Ана қатынның осыны айтып отқан сонда, мен соның хабарын алып отырмын ғой оны. Әдейі шамалды болсын отырмын.
оны жүрегінде әлі ес кетпегенде себебі неге? Құранда тұр ғой ол. Құранды неге сұрамайды? Себебі сендерге сыйларыңды берсін, қайтадан тірілтемін дейді да. Ол адам сол оған бұрынғы өмірдегі істеген жақсылығына ол сыйналып отыр, мына дүниеге келді да, есінен танып қалды да. Ана дүниеге мас болды. Қазіргі сол дүниені отқан осылардың бәрі бұрынғы өмірдегі жақсылықтардың арқасында отыр. Осы отырған экстремизмде отырсын, анау отырған министр осылардың бәрі бұрынғы өміріндегі жақсылықтың сыйын алып отыр да. Бұл өмірден түк істеген жоқ олар. Шөптің басын сындырмағандар бар. Бірақ сөйтіп отыр, оны Құдай не? Сонда сол ана сұраған адам ойламай ма? Сонда Құдайды мазақ қылып отыр да. Құдай жаман адамға бәрін беріп қойса деген. Құдайың әділетсіз деп отыр, маған сөйтіп отыр да. Ананы көріп ойладым, сонда осындай адамдар біздің арамызда жүр ғой. Міне осындай адамдар арамызда жүр. Нені берсе де Құдай сенің бұрынғы өмірде өткен саған жаманшылық берді ма, бұрынғы өткен өзің зұлымдығың алдыңа қайтып беріп отыр. Саған жақсылық беріп отыр ма, сен түк істеген жоқсың. Сен мына жақсы әке дейді, жаман балаға 40 жыл азық болады дейді. Я сен әкенің азығын алып отырсың. Я болмаса соның өткен өмірдегі өзің еңбегіңді алды. Екінің бірі. Сен 40-қа дейін сол әкең саған азық болды. Сен сол әкеңнің арқасында сен оқыдың, осындай кәрімат болдың. Ал енді Назарбаев та сондай. Әкесінің қой баққан соның арқасында ол неғылды да, әрі қарай 40-тан кейін ол өзінің бұрынғы өміріндегі несімен жалғанды. Құранда тұр ғой, баланы 2 жасқа дейін емізу керек, 40-қа келгенде ақыл туады. Ақыл толмаған ғазап берем деген. Ақылын жұмсамағанға деп. Оның бәрі міне осы ол өмірдің заңдылығы. Соны қазақтайды, ер кезек 3-ке дейін дейді. Сол Құранда тұр, Раббым, мен 2 өлтіріп 2 тірілттім. Енді осыдан шығар жол бар ма деп айтасың деп. Антон мына әр сөзге абай болу керек та. Біреудің анау неге жаман деп айтуға болмайды. Анау неге сол жаман адам неге жақсы қылды деген, осының бәрі іштарлық көзге нұждық, ана өзіңді өзің байлап беріп отырсың да. Әмлестің қақпаны салып отырсың. Сен қайдан білесің оны Құдайдың оңын? Бұрын қаяқтан алып келген, қалай беріп отқан, сыйын беріп отқан шығар оған. Бұрынғы өмірден оған азап берген шығар. Сол азабына көнген үшін, соң қайттан оған сыйын беріп отқан. Ал енді көр енді. Бердіңен, бұрын сен қиын болдың, нан мен майдың басын қоса алмадың, еңбек еттің, әйтеуір сөйтіп жүрдің. Енді қайттан өмір келгенде, ал сен тыныш өмірмен сен адам болып көр деп кісі болды. Берді саған мүмкіндікті. Сондықтан біз оны Құдай неге оны олай қылып қойды деген айтуға, Құдай мұнан істемеді деген біздің ешқандай хақымыз жоқ. Мен мысалы ел біліп Құдай неге осыларды өйтпейді деп айтқан жоқпын. Өйткені мен оны бұрыннан айтып жүрмін. Бұрын бұлар, айтып жүрмін, Назарбаев бұрын ана қазіргі осыған сақаумен байланысты Құдай көреді. Назарбаев бұрынғы сол Нұрсұлтан бұрынғы өміріндегі бір істеген жақсылықтар солай келді, алған білімі шығар. Бірақ мынандай өмірге келгеннен кейін ол мастанды, кетті, біраз нәрсені жоғалтып алды. Жасады ғой біраз. Дүниеден біраз нәрсені, бірақ қос келістіре алмады. Оны қарап, неге Құдай өттің? Себебі Құдайсыз қазақтай қорай сынбайды. Не нәрсені? Мына Оспан Батырдың ұстап алып, сөйтіп алып баратқан кезде айтты ғой. Алла маған осылай қылды. Қателік менен болды деген да. Осы мен тағдырыма, мен соңынан құтыламаңдар деген да. Міне, осы себебі ол өмірдің мәнін түсініп тұр да. Міне, өмірдің мәні деген сол. Біз ертең қайттан таға келеміз да. Сондықтан ауызға еге болу керек. Бұл енді қалай ол сынақ болып жатыр. Бұның бәрі Алла Тағала бұрынғы жоспар жасап қойған жобасы сол. Осылай сынақ болу керек, осынан өтуіміз керек, төзіміз керек. Сонда да сенің ағайының азар бар да безер жоқ. Мейлі мен сонда мені сауат мұңғайып мен жек көргенін айтып жүрген жоқ. Мен болса ол мүгедек по өмірден өтпесін деп айтып жатырмын да. Мен құлағына қасындағыларым жеткіш екен деп. Шамалды болсаң бір тіптен атын неғыма көрсетпей ақ амалын жасаса Құдай кешіреді ғой. Жеңілдетеді. Тұрсын арбадан тұрсын, жүрсін, өзінің істеген несін өзін қайттан түзесін. Қаржатын салама, басқа салама, түзеге тұрсын. Қай дәулетлерін бәріне де сол айтылып жатқан. Себебі біз бұл бәрі ертең ауысамыз. Мүмкін сенің орнына ертең сенің орнына сол аяқ келтіреді.
оны қой шығып мал шығып келтіреді. Сондықтан бұны нені түсіну үшін осылардың бәрін алып тастаған бір отырған имамдар да, олар да жаман емес, ізденіп жатыр. Бірақ осылай сынақ салып қойғаннан кейін олардыға да сол есінен танып шамалда болса біз намыс оянса екен деп. Енді сондықтан намыс ояну үшін не болу керек? Бәріміз бізде қазақ болуға тырысу керек та. Сен жәннаттық болайын, мен осындай осының бәрін тастау керек та. Мен жәннаттық болайын, мен о дүниеге барғанда осының бәрін тастау керек. Емесі мен енді тозаққа түсетін болдым деп, осы қорқынышты тастау керек та. Соны Ниса сүресінің 105-ші аятта айтқан. Мұхаммед, ол елді іздеуде шаршамаңдар деген. Ол елді іздеуде шаршамаңдар. Олар дейді, сендердің үмітке еткендерін үміт етпейді. Қарашы, сендердің Алланың дейді, сонда. Алла қаласа басқа дегенде. Алланың хикмет шексіз дегенде, соны ескерткенде. Өйткені неге біз араб сияқты тозақ болады екен деп қорқып өмір сүрмейміз. Бұл бата болады. Егер де біз тозақтық болады қорқатын болсақ, неғатын болсақ, ол кезде біз адам өлтіру, осындай дейді болмас еді да, бірақ сондай қорқпағанның да бір несі бар, Құдайдан қорқпағаннан қорқ деген бір не, бір өзіміздің барымталап, бірінің бірін малын жаулап, бірін бір осындай дау арамызда көп болған ғой. Сол неден ол сен ертең барғанда, сосын ертең барғанда мен жазалайды екен деп ол қазақ қорқпаған. Әйелдеріміз бай өлсе жоқтаған, Құдай, мен сен шұнақ Құдай соғыры мен байымнан басқаны көре алмадың ба деп. Сол ғой енді. Сен қорқатын қазақ сөйтеміз, білмей ме? Біз сондай болған сөйтіп отырып. Сосын енді мен жәннаттық болады дегенде ол ешқашанда оны күтпеген. Ол жаққа кім барып келіп жатыр, көреміз деген тәуекел. Бірақ ардан аттамаған. Ардан атпаған өмір сүрген. Міне, соны айтқанда, армен өмір сүрген. Арлы болуға тұтқан, осы өмірін мәнді қылуға тырысқанда, біз осыны жоғалтып алдық. Осындай бәріміз сол қазақ болғатын болсақ, қалған өз Құдай береді ғой. Шынымен отырған имамың да, отырған, сол отырған біздің дін істеріндегі, олар өздерінің шамалда болса, жүрегінде осыны, мен қазақпын деп, өз еліне, ұлтына жақсылық болды. Бәрін таста, сен қазақ болуға тырыс. Бірақ нәрсе, қалған Құдай өзі сосын көрсетеді. Ал енді сен қазақтықтан 100 жерден сен ата жолына келе бер. Сен қазақтығыңнан сәл не отмасаң әуесі қақпанған. Сол жаңағы мен неге түс көрмедім, қазақтығы жоғынан болып отыр. Қазақ қалай сосын малын даулаған, сен менің малым дұрыс соймадың. Ол қазақтығы жоқ, оған осы жерден малын сойып беріп жатыр, Құран таза жерден оқып беріп жатыр. Менің айтым, олай болатын болса, жолатпаңдар ондай. Өзі үйінен сояма, пәлен жерден сойғызама, үйіне шақырсын, сосын етін таратсын, асын берсін, молдан шағып, Құран оқысын, болды ғой енді. Істесін сол амалды. Сендер неге бастарын оған қатырасыңдар? Ол сөйтіп қазақтығын, Құдайың беріп тұрған жеңілдігіне, ол енді жұрттың артынан ши жүгіртіп жүр. Мен сендерді құртам, сендер ғана түс көрмедім, дұрыс не қылмадым, содан мен түс көрмедім деп. Бұдан артық енді ақымақтық, хайуандық, онан артық хайуандық жоқ қой енді ол. Мені осы жағдай қазір біздің арамызда отқан біз не ол? Сол жақсылықты жоғалтып алғаннан болып отыр да. Сол жақсылық сен қандай болса жақсылық ойла десе, жаңағы айтып отқан алдымыздан бір хатын айтып отқан, жаман адамдар жүр ғой, жақсы болды. Не деген сонда ол артап ыза кек не деген. Сонда не сол Құдайға не істейсің ал сен сонда? Құдай өзі біледі кімді. Сөйтіп жер жұтқызды ғой. Намытқадан қаншама байлықты беріп қойып. Неге жер жұтқызды? Сүлейменге де байлықты берді. Қаяқта сол байлықтардың бәрі? Берді ғой. Оның бәрі мысалдар қалған ғой. Менің атам баба Көшкінбайдың 7-ші атамыз. Сөз айтады дейді. Бір не онда. Түйелерімді мұрнынан дызып қойсаң сен қалай көтередің деп. Батысқа қарай қалай, батыстың мен жауып тастаймын деп та, түйелерімді мұрнынан дізің деп қойсам, қалай өтесің дегенде. Көшіңден жауып тастаймын қалдың деп. Қайда сол малдар енді? Ол Алла өзі біледі кімге қандай несібе беретінін. Сондықтан осы неден пайда болады? Жұрттың анау неге жақсы өмір сүріп жатыр деген, ол жүректегі қызғаныш.
жүректегі кекшілдік, жүрек ыза солардың бәрі шықпағандықтан болады да. Неге анау жақсы? Мына оған Алланың елшісі айтқанда, сен егерде жаман болсаң, сенен де жаман бар екен, ұмытпа деген да. Қара деген да. Сен өзің өміріңе қара, сенен де жаман өмір сүріп жатыр. Бір үзім нанға жетпей кәдімгі соған шүкір деп отыр. Біреуді көрсетті, осында 12 ма 13 баласы бар екен, Астанада тұрады екен. Пәтерде тұрады екен. Соған көмек берейін десе, анау айтады жоқ дейді. Өзі такси ба сондай жұмыс істейді екен да, ана балалар. Керек жоқ дейді маған ондай. Айтты, соны амал жоқ, шығарған көзін. Сондайлар бар екен да. Керек жоқ дейді, мен өзім асырайын дейді да, балдарымды. Міне. Енді бір-екі баласын асырай алмай жүргендер бар ғой. Өзі қарабасын асырай алмай жүргендер бар. Алла беріп отыр оған. Біз 9 бала өстік, әкеміз 30-40 сомған алатын тұғын. Путевканы толтырып білмейтін тұғын. Ана көбірек шақырым қойса көбірек ақша келеді ғой, өзі оңай ғой. Соң кейінде бізге ұрсатын тұғын, біз ана кейде не қалды да біз өзіміз үйреніп алдық та соны толтыратын болдық қой. Толтыртпайтын болды сендер анау көбірек ұят дейді да. Спидометр көп, оны спидометр дегенде жоқ қой, оны кім тексербеді, оны пломбы да жоқ, спидометр істемейді оны. Сөйтіп жүріп асыра жеткізді ғой. Ауылда қазір бар сол 18 бала туған. 18 бала. Сонда ана совхоз есебін бір қабызыма автобус беріп болды. Ешқандай неген жоқ. Кейіннен сол аққу болып асылды, мен неге ауылға кездестірдім ғой. Бұл деген Қазақстан бойынша чемпион елдік. Бұл кезде тіліне ғой. 18 баласы. Соны сұрасаң дейді, 30 шақты немере сөзге айтады, 30 шақты немере атында білмейміз дейді, ұмытып қаламыз дейді. Мен соны сұрадым, сен де сонда қалай өмір сүріңдер, не жеттіңдер? Болды дейді, кейде қиын болып қалған, бірақ Құдай жеткіз дейді, білмейміз дейді. Құдай жеткіз дейді, соншама 18 баланы аяғына тұрғызды. Шофыр сонда. Ол қалада да тұр болған, ауылда тұр. Сонда малынан берді берекет. Құдай жеткізді ғой соны. Енді соның қасын дәл сондай тағы шофыр болды, 6 баласы бар. Екеуінің жағдай бірдей. 18 бала не 6 бала жағдай бірдей да. Анау қайта жастау мықты шофыр ол бәрін жиған. Бәрі анадан жақсы тұрмыс құрған жоқ. Осының бәрі неден? Көрсетті ғой соның бәрі. Алла шында ол әр сендер көрдіңіз жәндіктер арқалап жүрмейді ғой өзін. Оларда Алла тағала аш қылмайды. Оларда өзінің қорегін тауып беріп отырады. Jesus.